вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен София Шукурова çalışам. İyi akşamlar. Дава доғырған Қырым тарихы оқып қолынмасы мектептерден чекіп алынacak. Графиктен артта қалған бала бақчалары Құрыжылық везірлігі Ақмежетте ве Бақчысарайда ерлешкен мектептен әвел мөсеселерінде тефтиш кешірді. Әркезні раатсызланған меселе чоқырақлы Шейхали көйнің сәкенлері yollar olmағанына шикайет етелер. Әнді бір далғада судақта ваттан седасы яңғырай. Қырым баскетболы Ақмежетте açık чемпионатының матчлары keçti. Сочи шәрінде кечірілген инвест форумында Қырымнен имзаланған анлашмаларының умуми көлемі 12 миллиард рублені тәшкил етті. Бұл ақта журналистлерінің субъект девамында Қырым елбашчысы Сергей Аксенов білдірді. Анлашмалар курорт, кой қожалығы ве санай саларында имзаланды. Қатырлатамыз Русиялы инвестицион форумы Сочи шәрінде февральның 14-15 күнлері кечірілді. Esas mevzu milli leyxalarının амелге кечірілі oldu. Қырым Cumhuriyeti'nin EYT 5 yıl devamında regional iqtisadiyyatının aks ettirgen ekspozitsiyasını takdim etti. В этом году мы в новом формате повезли экспозицию, отрабатываем по сути каждого инвестора, пообщались с коллегами по лучшим практикам Российской Федерации и методикам. Мы, кроме прямой материальной выгоды, должны получить еще и методическую, организационную помощь. Есть на кого равняться, есть у кого учиться, стараемся максимально в таких поездках. Қырым Cumhuriyeti'nin мектеп ve cemiyet kitaphanelerinden 10. sınıf talebelері için yarımada tarixi boyunca derslikler alınacak. Çünkü anda Ulu Vatan Cenki devrinde Қырым Tatarlar ақта şübeli deliller yazılған. Bu ақта Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek bildirdi dep yazar RIA Novosti Қырым agentligi. Mebus Қырым Tatar halkının şurasının birlikte Cumhuriyet yolbaşçısına bu derslikni mekеп ve cemiyet kitaphanelerine çekip almaq ricasının müracaat etti. Vesikalarının muhalifleri айтқанына көре Қырым татарлар оқув қоланмасында Almanya işgalci ordularını faal şekilde işbirlik tutkan kolaborantlар kıbı takdim etili. Ruslan Balbek Қырым yolbaşçısının көрішті ve ular bu meseleni müzakere ettiler. Karar alındı bu derslikler Cumhuriyetinin оқув müesseselerinden çekip alınacak, dedi Ruslan Balbek. Азатлық юбилейіне Қырым Cumhuriyeti Vezirler Şurasının reis muavini Yuri Gatsanyuk Халибінің 74 yılығına ve Қырым фашист басқыншыларından azat etilgenin 75 yılығına bağışlanған tedbirler planını takdim etti. Adetінше Cumhuriyette Георгиевская ленточка, Бессмертный полк, Свеча памяти, Красная гвоздика кыбы ватанперверлік акциялар ve Ulu Vatan Cenki veteranlarına yardım akциясы keçirilecek. Bütün Қырым boyunca tahsil ve hatıra tedbirleri teşkil olunacak. Ақмежетте ve Бақчысарайда бала бақчалары açılıp olamайlar. Мектептен evvelki müesseselerini bozuvlar olğаны sebebindен kullanuvға kabul etmeyler. Қырымның құрıcılıq ve mimarlıq veziri bu obyektlerini ziyaret etti ve sebep haqladı. Muhbirimiz bu vaqta tarif etmege hazır. А здесь что должно быть? Да не, ребят, Здесь должен стоять поддон. Не, так не пойдет, конечно, такая работа. Эксерген ве тотлы салынғачылар толысынен ерлештірмеген донатма. Оқ тарафы боялмамаға бина. Иншаатның диварлары әнді чатлай, бояда эксерген. Бала мейданының детальдері де тотланған. Везір көрген бірінші объект бұл Бақчысарайдаки бала бақшасы олды. Она немүневи демеге чаре yok. Анда бір сыра бозовлар бар. Объект тап 2017 сенесі açылмақ керек еді. Вот здесь надо 3-4 бортовых камня переложить и плитку переложить, чтобы она была на сантиметра 2 ниже, чем от моста. Мы не примем. Қызметші тышкілятына бұттың құсурлары доғыртмақ үшін 3 hafta вақыт берілген еді. Ама олардың әксериеті доғыртылмады. Везердің фікіріне көре тыш қызметші бұл вазифені бежіреп оламады. Подрядчика будем контролировать, продолжать дальше. Значит, на этой неделе начнем процедуру расторжения контракта. Срок у нас закончился, напомню, в декабре месяце. Дали шанс подрядчику 2,5 месяца. Он со своей задачей не справился. Значит, приступаем к процедуре расторжения контракта, включения в перечень недобросовестных поставщиков. Да, бірчоққа барған құржылық bu Ақмежеттікі Балаклавская соғағында ерлешкен бала бақшасы. Оны тап кечкен сененің декабрь айында açmaға планлаштырыла еділер. Ама сымырышчы ве тыз хызметші арасында келешмемезіклер оны açылғына кедер етті. Бұл сененің сонында объектіні айры незаретке
исепке алдылар. Ветихларынен эпасы месселер энды чезілді. Ноябрь айында хуржилар кинеде фальши келді чалашы башладылар. Вот все, что мы сейчас видим, это было сделано буквально за последние 3 месяца. На сегодня детский сад подключен к системе электроснабжения по постоянной схеме, подключен к системе теплоснабжения по постоянной уже схеме. Вы видите, мы внутри были, уже тепло. Планируем этот объект тоже в начале марта перерезать ленточку. Луговой микрорайон ана бабаларнен яны бала бақчасына алып кетмеге азырланалар. Анда хуржилык ишлері екенлене ята. Визернің тыш хызметчиге идалары yok. Хуржилар якын вакытта уфак түфек нуксанлыкларны doğrultmağa ve muisini тапшырмаға söz берелер. Да азбарны абаданштырмақ ve mebellerini yerleştirme kala. Plan boyunca Mart ayında muisisinin mudiri tayinleyecek ve bahçe açılacak. Hasan Беблаев, Виталий Голубев, Милет телеканалы. Қырым Жұмхуриетінің ел башчысы Сергей Аксенов ұхуқ қорчалычы орғанларға авалия берді. Олар керечте жемат нақлиет мәселесіні чезмек кереклер. Шерде лизингке саттын алынған қырқ автобустан тек ярысы чалыша. Сергей Аксенов қайтыткеніне көре яқын вақытта керечте Жұмхуриет ветерлер шурасының чықыш топлашуы кечірележек. Оның девамында Қырым акиметі бұл мәселені темелеу гренележеклер. Джанкойдан 5 километр ұзақлықта ерлешкен чухрақлы Шейхали койның сәкенлері yollar олмағанына шикайет етейлер. Койде 4 соқақтан іч бірі асфальт төшелмеген. Сәкенлер бойле шарайтлерде насыл яшайлер ажыба. Біздің тақымымыз бұл ерде болынды ве тариф етмеге азыр. Жанкой районun чоқрақлы Шейхали кой сәкенлері үшін яғмур ақықы белядыр. Атта кичік яғмурдан сон оларның yolları батаққа чеверілі. Ходовка убивается, машина постоянно, невозможно ездить по этим дорогам. Сколько это можно терпеть? Когда мороз, дорога еще нормальная. Но в основном, когда раскисает, дожди нас мучают. Рустам Куртвелиев чоқрақлы Шейхали койынде 30 елдан берлі яшай. Оның айтқанына көре сонки еллар девамында газ ве сув кечірілді. Yollar ise evvelki кібі yok. Bu себептен шерден 5 километр ұзақлыққа ерлешкен койге acile хызмет машиналары бөлек келмеге рет етейлер. Дороги в ужасном состоянии. Вот, деревню называют штат Мичиган. А что штат Мичиган? Потому что 7 озер. Вот с одного места видно. Так и у нас, как говорится, 7-8 луж, как говорится, в лужу заезжаешь, фары тухнут. Пройти невозможно, детям играть невозможно. Как дожди, все. Ерлі сәкенлер ерлі әкиметке мұрачат еткен сон yollarga чақыл сепелгенini хатырлайлар. Бұл 2 ел evvelsi olған шей. О вақыттан берлі yol хызметлері кечірілгені yok. Мы сюда заезжали в ноябре месяце. Машину нашу тянул трактор, а следом ехала машина грузовая, потому что нельзя было проехать. Асфальтировано нет ни одной улицы. Позапрошлом году высыпали улицы, но просыпали не сплошную, а просыпали, как вот говорится, ямочный ремонт. Дорог нет. Щебень просыпали позапрошлом году по Житомирской, не досыпали. Обратились к голове, что пойдем в прокуратуру, что проверят и замеряют, сколько просыпано дороги. Ну, через некоторое время приехали, досыпали, и то не всю улицу. Опять же, кусочек засыпали, все. Джурхун кой шурасының рейсі Наталья Терещенко бұл вазифесіні 20 елдан берлі беджері. О ерлі бюджетте пара дьоқ деп анлата. Елның капиталь табирене есе 1 миллион керек. Щебень, а у нас щебень, у нас асфальта нет. У нас везде щебень. У сельского совета сейчас денег нет на ремонт дорог. Но за счет предпринимателей мы можем, будет грейдер, будем пытаться подсыпать. У всех проблемы есть. Сейчас будем со временем думать про уличное освещение. Вот. У всех очень много проблем всегда. Все зависит от денег. Будут деньги, будут решены все проблемы. Пара не вақыт олажағы шымдылық белі дегіл. Егер яқын вақытта ерлі әкемиет мәселені чезмесе сәкенлер Жұмхуриет елбашчысына шекайет етмеге азырлар. София Шукурова, Виталий Голубев, Милет үшін. Судақ шерінің яны мали кварталының сәкенлеріне енді одун ве көмір керек олмаз. Федераль мақсадлы программа амелге кечірілігі черчевесінде сәкенлерінің әвлеріне газ кечірілежек. Бүгінгі күнде құрыжылық монтаж ішлері енді бітірілді. Судақ газ идаресі есе газға қошылмақ үшін язылған аризаларны қабыл етіп башлады. Мы в прошлом году газифицировали село Богатовка, Токлук, и село Веселое, Кутлак. В этом году уже начата активная работа по газификации большого очень села Солнечная долина, Кос. Ну и в перспективе вот в этом квартале газопровод специально был проведен центральный высокого давления с перспективой газификации наиболее тоже крупного села Таракташ.
Чоқ бекленілген арзу керчеклешті. Әнді Қырымның Женеби шархи қысмында судақта Қырым татар радиосы янғарай. Курорт шерінің әрбір сәкені 90 ве еді далғасына қошылып, милли ер ве музыкамызны денлей біле. Ватан седасы радиосы денлейджелерінің насыл желп еткен әве фаал мұхлислеріне насыл бақшышлар. Азырлағаны ақта Мухаммед Зекирияев тариф әте. Чувствуется, что в Крыму живем. Хутудан чыхардық ве керекле далғаны таптық. Эльвира Мамутова ичун Ватан седасы радиосының хадимлері келмесі бекленілмеген сюрприз олды. О вақыт ана тілімізді ерларны деңлемеге арзу еті еді. Муабет ве аят север хуранта ось халқының ватан перверлігідір. Бұ евде тек Қырым татар тілінде лаф етелер. Эр кез Қырымда діңеп дұрсын сызы, ештсін, білсін біз олғанымыз Қырымда. Сон ашындық эр вақыт діңеп дұрыры қысмет олса, я. Çok sağ olunuz. Sizin olğanlarınızın. Ватан седасы радиосы гейже күндіз 24 саат девамында яйынлай. Огретіжі ве эглендірілжі программаларыны ярымадамыздың аман-аман әр бір шерінде әшітмеге мүмкін. Да біраз бұтын ярымадамыз бойынша хапланув 100%-ны тешкілетіжек. Зарем Османова Эльвира ханумнен әнді 15 елдан берлі қомшы яшайлар. Милин ахмелеріні әшіткеннен Зарема қаным қомшысыны қайырламақ үшін келді. Очень приятно, что у нас есть свое радио. Естественно, это связь народа, как говорится, душу греют крымско-татарские песни. Сіз ішті ұлған вақтыңызда телевизор бақмаға ве интернетке қошылмаға имканыңыз олмай, бөлі алда радио сізні эсас хаберлерінен таныш етер. Оны қошқаныңызінен сіз өзіңізні информацион мейданда дуярсыз. Ватан седасы радиосы сіз үшін чалыша. На самом деле радио Ватан седасы стало, так сказать, новогодним подарком для жителей города Судак. Граждане очень позитивно отзываются о данном радио. В городском округе Судак проживает порядка 20% крымских татар, то есть данное радио является востребованным. Тоқтамай инкишаф етмек діңлейджілеріні желп етмек ве Ватан седасы радиосының әрбір хорантаға келіп етмесі, оның хадимлері огынды тұрған эсас мақсаттыр. Мухаммед Зекирияев, Магомед Нистуров, Милет үшін. Devlet қызметшілері үшін бірлешкен әсапларыны насыл демек керек. Гражданларына электроэнергия ве чөплік чықаралығы бойынша әсаплар шашмалата. Крымэнерго Devlet муэссесесінде тәртіп анлатылды. Әсапларына айры-айры өдемек керек. Электроэнергия бойынша абонент әсапларыны Крымэнерго кассаларында чөплік чықаралығы бойынша әсапларына есе Крым экоресурсы идаресіне төлене. Адресанен хата чықса пара қайтарылығы ақта ариза язмақ керек. Клиник тиби чоқ профилі мерkezінің хадимлеріне ве хасталарына святитель Лука хастаханесі хапала деген хабер келді. Хасталар башқа хастаханелерде тедави көрмеге мечбур олажақларына ачувланалар. Альтернатив yol бар ма екен? Хадимлер не yapmalı? Бұл мевзуну Асан Бибулаев девам еті. Игорь Митрушкин бұл хастаханиде оның темели қойылғандан берли чалыша. О 10 елдан берли кардиолог екемедір. Бұл бөлік берден бір хаш вазифе бечере. Мында тедавилеменге илемнен оғрашмаға ве тасил алмаға мүмкіндір. Хастаханеге студентлер де келе. Олар хасталовының тарихына язмаға огренелер, амели белгелелер алалар. Если отделение закроется, то куда придут студенты? А значит, мы будем выпускать некачественных и непрофессиональных докторов. А это вследствие повлияет на здоровья наших соотечественников. Поэтому очень жаль, что имеется такой прецедент закрытия отделения. Святитель Лука хастаханесінде терапия бөлігінің мудиры Олег Савчук тариф еткеніне көре бөлік 10 ел девамында мубафақайтнен чалашты. Хасталарынан 100%-ға толайды. Тамара Заярная бұл ерді енді бірхаш керелер тедавиленді. Хастахане вақытынша қапатланғына ақта хабер оны қубандырмай. О коллективінің келечегі ақта да қасиветлене. Люди все до единого имеют медицинский статус докторов, профессоров, кандидатов наук.
Здесь приходят студенты, проходят какие-то определенные лабораторные изыскательские работы. Студенты – это наше будущее, это наши врачи, будущее наше, наших детей. Клиник Тиби чок профилик меркез Кырым федераль университетінің бөлігі ола. Біз университетінің ilmi фаалеті бойынша проректор Анатолий Кубышкинен конуштық ве бу вазиетні анлатмаға рижа еттік. О реконструкция чокқа бармаз деп ишандыра. Ве бу Кырымда тибиет инкишаф етмесі үшін япыладей. Планируется, что эта ситуация продлится не более 4, но может быть 6 месяцев. То есть, или во всяком случае, может быть, удастся возобновить оперативную работу, но и в более ранние сроки. Bundan da gayrı bizge hastahane dünya standartlarına uygun etmek için Kırım Federal Üniversiteti'nin inkişaf programmasında tahminen 200 milyon rubli ayrılğanına akta tarif ettiler. Bu paralarga gerekli yanı donatma satın alınacak. Ameliyatlar geçirmek için yanı odalar kurulması planlaştırılan. Yanı teknologiyalar ameliyatlarını en yüksek seviyede geçirmekке imkan verecek. Ахмедетте бұрқаш күн девамында баскетбол бойынша ачық чемпионат өткерілді. Ярым адамыздан веяқ яр шәрінден 30 тақымы штирак етті. Ярышларда бұзымы жәди тақымымыз да бұлынды. Oyun başlandı. Çempion unvanı için Yaltalı Valna ve Kezlevli İskra takımları yarışalar. Onlar mutixasıslar. Alqa tubunda Kerçek Kureş başlana. Алексей Попов теннис ракеткасыны баскетбол топуна дыныштырды. Ве ичте язық сынмай. Мутихасыз теннисчи Украина чемпионы шымды есе баскетболчы 10 жылдан зияде Valna адлы Ялталы тақымда ойнай. Бу вақыт девамында тақым адыны ТРКБны бір қач кере дыныштырды. Ве Крым чемпионы олды. Так получилось, что у нас сформировался в этом году новый костяк новой команды, и мы только подстраиваемся друг под друга, поэтому наша задача занять призовое место в этом году. Баскетбол динамик ве манзаралы спорт чешіті. Мында әрекетлер координациясы чевеклик ве букужилик керек. Ойында муафақиет казанмақ үшін ойынчыларының қабилетлерінден ғайры тақымда бір-біріне қол тұтув іші де муимдар. Это жизнь, это хобби, это радость моей жизни. Я всю жизнь живу ею, поэтому я не представляю жизнь без баскетбола. Kırım'nın açık çempionatında 30 takım kureşi. Yarışlar geçken senenin oktyabr ayında başlandı. Çempionatının teşkilatçıları DEP Kırım Basketbol Federasyası ve Sport Vezirligi saylalar. Здесь находятся те люди, которые с душой преданы баскетболу. Тут люди есть и за 40 лет, и за 50 принимают участие в этом чемпионате. Так что, в первую очередь, это любовь к этому виду спорта. Galipler Mayıs ayında seçilecek. Esas mükafat Kırım'ı Rusya yarışlarda takdim etmek imkanıdır. Ayşe Şulakova, Magomed Nesturov, Millet için. Biz sizlerine Erkun Kırım'ın en aktual haberlerinin tanışı temiz. Eğer sizni bir mesele rahatsızlasa ya da içtimai cihetten mühim erişmelerini olsa, bizim hizmetimizge haber etiniz. Telefon numaramizni ve elektron adresimizni ekranlarında ko'resiniz. Bugünkü bu episod haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.